Бәріне сәлем достар. Айкошка каналына қош келдіңіздер, және сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгінгі менің видеомда мен сіздерге жалпы контурингтің палеткалары жайында айтып беремін. Ол ең бірінші Faberlic Glam Team, екінші ол Estrada'дан Picasso палеткасы, және үшінші ол Flormar компаниясына Glam Stropping палет. Міне осы үш палетка жайында мен бүгін сендерге айтып беремін. Сондықтан бірге болыңыздар, және міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Ең алдымен теорияға келіп тоқталатын болсақ, ол жалпы осы контуринг палеткасын қалай жағу жайында көптеген сұрақтар пайда болып жатады. Соны қазір мен сіздерге айтып түсіндіріп беремін. Estrada'ның Picasso палеткасында түсіндіріп айту жеңіл, себебі бұның түстері жалпы осы люксовый бренд Diorға жақсы келеді. Көбінесе контурингтің палеткасында көбінесе үш зат болады. Ол хайлайтер, румяна, сосын контуринг. Бұл үш түсті үш қабат қылып жағамыз. Яғни ол қалай? Оны айтып түсіндіру үшін мен бүгін мына кисточкамды аламын. Oriflame E01 кисточкасы. Осы кисточкамен қазір мен сендерге айтып түсіндіремін. Ең алдымен біз хайлайтерді аламыз. Хайлайтерді. Сосын біздің міне мына жеріне, яғни көтеріліп тұрған жерге осы хайлайтерді жағамыз. Міне. Енді екінші қабат ол румяна кетеді. Румяна дегені міне мына көлгін түсті алып, міндетті түрде артығын үрлеп тастап, сосын былай румянаны жағамыз. Көрдіңіздер, міне бірінші хайлайтер кетеді, сосын румяна кетеді. Сосын келесі түс, мына үшінші қоңыр түсін алып, мына жердегі впадина бар ғой, яғни астына түсіру керек жерді осы қоңыр түспен жағамыз. Мына түсін аламыз да, сосын бетіміздің астына қарай дегенде мына жерде осындай түсіп қалатын сүйектің асты болу керек. Сол сүйегіміздің астын қарайтамыз біраз. Және де тағы бір айта кететін зат, скульптордың түсі. Сендердің өздерінің көлеңкелеріңнің түстерінде болу керек. Мысалға, ол қалай тексеріп алуға болады? Ол үшін кез келген жерге басамыз. Сол басқандағы мына қараңғы түс қандай болады, сондай түс болу керек. Сосын екінші түс ол румяна әрине. Күлеміз, алмасына ғана жағамыз. Міне алмасы. Жеңіл болу керек ол. Сосын ең соңғы ол хайлайтер. Көрдіңіздер, міне үш қабат тұр. Міне контуринг, румяна, хайлайтер. Осылай жағу керек. Мына жалпы Picasso Estrada палеткасына келетін болсақ, бұның түстері қатты қанық емес. Және олар сондай өте нейтральный дейді, өте сондай адамның нағыз табиғи түстеріне өте жақын. Сондықтан бұны люкстың продукциясына да келтіріп жатады. Екінші палетка ол Glam Team. Faberlic маған оны жаңа жылда сыйлаған, және бұл палетка маған өте қатты ұнады. Ең күштісі ода үлкен осындай айнасы бар. Міне. Бұл айнасына өте ыңғайлы бұлай қарап отырғанға. Бұл жерде 5 түрлі түс бар, яғни ортасы ол хайлайтер, румяна, сосын екі контуринг, және алдыңғы тоже мына әппағы тоже контуринг. Өстіп қарайсыздар, тексеріп. Бұлай қарағанда, егер ода ешқандай блеск болмаса, яғни жарықтандыру болмаса, кішкене ғана жарық болса, онда ол деген тоже контуринг. Міне екеуін көрсетейін. Біреуіне контуринг алайын, біреуіне хайлайтер алайын. Көрдіңіздер, міне контуринг ешқандай жарығы жоқ. Мына хайлайтердің жарығы бар. Солай тексеріп алады. Бұл палеткада да дәл солай.
ең бастапқы мына көздің астына мына ашық түсін жағамыз. Сосын келесі мына контурингті қолдану жерге болады, екі түсін араластырып. Бұл палетканың да түстері өте нәзік, өте сондай жылы түстер, және адамның табиғи көлеңке түстеріне өте жақын. Сосын румяна кілеміз, алмасына жағамыз. Және осы палетканың жалпы хайлайтері өте керемет, маған өте ұнайды, осы прям вообще круто дейді. Оны мен өзімнің арнайы кішкентай хайлайтерға арналған кисточкамды алып, жағамда, сосын бұлай сұйық хайлайтердің үстіне осылай жай өтіп шығамын. Сол кезде өте әдемі сондай жылтыр береді. Ал енді үшінші палетка жайында айтатын болсам, ол менде Flormar Glam Strobing палет. Ол яғни өте жазғы түстер деп ойлаймын. Міне осындай үш түсі бар ода. Бұл жерде яғни румяна жоқ, бұл жерде тек қана бронзер. Және осындай айнасы бар әдемі. Енді бұның түстеріне келетін болсақ, ол андай екі түсті былай көрсетейін сіздерге. Қажырай көрсетсем болады. Міне, бір. Міне біреуі жылы түс, біреуі ашық түс. Көрнемін, көрмеуін. Осындай екі түстер бар. Бұл түстерді де жақсы қолдануға болады. Мен әсіресе екен бірге қосамын да. Сосын мына жерде контурингқа келдік. Мына жерде румяна тұр, хайлайтер тұр. Арасына еще төртіншіға бронзер қосып жүремін. Сол кезде тоже сондай жазғы әсер пайда болады. Бұл түстердің ішінде өздерінің жылтырлары бар, сондықтан өте ыңғайлы болып келеді. Және бұны осылай жаққанда, біраз шашып жаққанда жақсырақ. Себебі ішіндегі жарқыраушы элементтерінің арқасында жаққаннан кейін, егер мысалға бір түзу сызық жақ қойсаңдар, онда ол өте жақсы көрініп тұрады. Ал егер шашыраңқы былай хаус домалатып жағатын болсаңдар, онда ол әдемі болып көрініп тұрады. Міне осымен аяқталды менің видеом. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Және хайлайтер жайында, стробинг жайында, бет пішінін әдемілеу, әрлеу жайында біраз затты біліп қалдыңыздар деп үміттенемін. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоларымда көріскенше сау болыңыздар.